Берілген өрнектің мәні y айнымалысына тәуелсіз болатындығын көрсету керек. Оны көрсету үшін біз өрнекті ықшамдап көруіміз керек. Бірінші өрнек жазайық. Y бөлінген 3 минус y қосылған y квадрат плюс 3y бөлінген 2y плюс 3 көбейту жақша ішінде y плюс 3 бөлімі y квадрат минус 3y азайтылған y бөлінген y квадрат минус 9. Алдымен жақшаның ішін орындап алайық. Бастапқы бөлшектерді өзін жазамыз. Мұнда y жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Y плюс 3 болады. Бөлімін өзін жазамыз. Көбейту. Мына жерде бөлімдерін ыңғайлап алайық. Y плюс 3-ті жазам. Бөлімінде y жақшаның сыртына шығарсам, y минус 3 болады. Минус. Мұнда бөлімінде y квадрат, но 3-тің квадраты. Сонда a квадрат минус v квадрат формуласы бойынша екі жақшаға жіктеледі. Айырмасы қосындысының көбейтіндісі болып. Тең болады. Бастапқыларын өзін жазамыз. Жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда y минус 3 бар екеуінде де. Мұнда y жоқ. Мұнда y плюс 3 жоқ. Сонда y плюс 3-тің квадраты болады, ал мұнда минус y-тің квадраты. Бөлімі сонда y көбейтілген y минус 3 көбейтілген y плюс 3 болады. Так, енді ардың барлығын өзін жазамыз қайтадан. Көбейту. Мұнда a плюс v-ның квадрат формуласымен ашам. Y-тің квадраты плюс 2 еселі екеуін көбейтіндісі 3y-ті 2 еселем 6y болады. Плюс 3-тің квадраты 9 минус y квадраттың өзін жазамыз. Бөлімін өзін жазам. Енді осы қалыпта мына жерде қысқартып жіберуге де болады. Көбейту болғандықтан алымен бөлімінде y деген көбейткіштер, сосын y плюс 3-тер қысқарып кетеді. Мынаны жазам. Y бөлінген 3 минус y плюс мұнда y квадрат минус y квадрат екеуі жойылып кетеді. Сонда 6y плюс 9 қалады. Бөлімінде 2y плюс 3 көбейтілген мына бөлшекте y минус 3 қалды. Енді бірінші бөлшектің өзін жазайық. Мұнда 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Сонда 2y плюс 3 қалады. Енді ал мұнда да бөлімінде де бірдей көбейткіш қысқарады. Сонда бізде y бөлу 3 минус y плюс мұнда 3 қана қалды. Бөлімінде y минус 3. Енді қарайық. 3 минус y болу үшін мына жер минусын алдына шығару керек. Яғни мына бөлшекті минус 1-ге көбейтіп жіберу керек. Сонда бізде ортақ бөлімі 3 минус y болады да. Мұнда y минусқа көбейткенде минус 3 болып кетеді. Енді мына жерде мына екеуі ұқсап тұр ғой, таңбалар әртүрлі. Ондай болса,
мынадағы минус таңбаны алдына шығарып жіберсек болады. Сонда ол 3 минус y болып кетеді. Бөлімінде 3 минус y бар. Бірдей санды бірдей санға бөлсек 1, алдында минус таңбасы, сонда минус 1 шығады. Яғни y-ке тәуелсіз екендігі дәлелденді. Тұрақты минус 1 деген мән аламыз. Y-ке қандай сан қойсақ та нәтижесінде минус 1 шығады. Өрнектерді ықшамдау қажет. Бұл сатылы бөлшектер берілген. Бірінші өрнек a-дан 1 плюс v-дан 1 минус av-дан x көбейту a плюс v плюс x. Бөлімінде бөлшек a квадраттан 1 плюс v квадраттан 1 плюс av-дан 2 минус a квадрат v квадраттан x квадрат. Енді сатылы бөлшекте бірдей бөлімге келдіріп, алымындағы бөлшекті, бөліміндегі бөлшекті, сосын бөлімдерін алып тастауға болады екі жақтағы. Ендеше көріп тұрсақ, мына жерде ең үлкен a квадрат v квадрат, ондай болса, сол a квадрат v квадратқа келтірсек болады. Дегенмен шатасып кетпес үшін былай жасайық. Бірінші мына алымын кішкене ықшамдап алайық, бөлімін кішкене ықшамдап алайық. Одан кейін бірдей бөлімге келтіреміз. Мында ортақ бөлім AV болады. Мынаған V-дан, мынаған A-дан береміз, Сонда бұл астына жазайын. V плюс A минус X. Мынау алымымен көбейтіледі. Көбейтеміз. A плюс V плюс X. Бөлімі AV болды. Бөлу. Мында ортақ бөлімі a квадрат v квадрат болады. Мынаған v квадраттан, мынаған a квадраттан, мынаған av-дан береміз. Сонда v квадрат плюс a квадрат плюс 2 av минус x квадраттың өзін жазам. Бөлімі a квадрат v квадрат. Енді ортақ бөлім a квадрат v квадратқа келтірек, сонда мынаған av керек. Ендеше жазамыз. Бірінші толық жазып алайық. Сонда мына жерде av-ны алдына жазайын көбейтіп. av көбейтілген v плюс a минус x, a плюс v плюс x. Бөлімі a квадрат v квадрат болды. Мына жерде мынаға дейін қысқаша көбейту формуласын берді. a квадрат плюс 2av плюс v квадрат, ол a плюс v-ның квадраты. Минус x квадрат. Бөлімі a квадрат v квадрат. Сатылы бөлшекте екі бөлшектің бөлімі бірдей, мыналар жойылып кетеді, тек алымдары қалады. Ендеше жазам. av көбейтілген. Ана орнына ауыстырып жазсақ болады, көбейткіштерін орнына ауысқанмен мән өзгермейді. Бөлімінде мынау a квадрат минус v квадрат формуласымен екі жақшаға жіктеледі. a минус v, a плюс v деп. Сонда a минус v, a плюс v. Енді көріп тұрғанымыздай, бірдей көбейткіштер, олар қысқарады. Амен мынау қысқарады. Сонда av ғана қалады. Өрнектің нәтижесі сонда av болады екен. Келесі екінші өрнекті дәл осылай ықшамдап көрейік. a-дан 1 плюс v-дан 1 плюс c-дан 1. Бөлімінде av-дан 1 плюс v-дан 1 плюс ac-дан 1.
Бұл жерде бірден ортақ бөлімге келтіріп тастайық. А ВЦ болады, сонда мынаған ВЦ-дан, мынаған АЦ-дан, мынаған АВ-дан береміз. Мында АВЦ болу үшін С керек, мынаған А керек, мынаған В керек. Мында ортақ бөлімі, ал мында да бөлімінде де бірдей болды. Екі алымында да бөлімдер бірдей алып тастаймыз. Сонда тек алымдары қалады. Мынаған ары қарай ештеңе жасай алмаймыз, сондықтан осылай қалдырамыз.